Елімізде рөлі оң жақты орналасқан шетелдік нөмірлі көліктерді бір реттік заңдастыруға рұқсат беріледі. Ішкі істер министрлігінің өкілдері мұндай автомобильдер жол қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келеді деді. Қазіргі уақытта елімізде рөлі оң жақты орналасқан 20 мыңдай шетелдік автокөлік бар екен. Сондай-ақ министрліктегілер шетелдік нөмірмен жүрген көліктерді заңдастыруға қойылатын 3 талапты атап өтті. Ең әуелі, автокөлік іздеуде болмауы тиіс, екіншісі кедендік тазартудан өтуі керек, сонымен қоса бір реттік заңдастыруға рұқсат етілетін автомобиль осы жылдың 1 қыркүйегіне дейін елімізге әкелінген болуы шарт. Осы міндеттерге сай келген темір тұлпарларға қазақстандық нөмір беріледі. Оң жақтағы басқару бар көліктерді алып келген осы өзіміздің Қазақстанның азаматтары ғой, біздің халық қой. Көбіне сондай енді экономикалық не болмаса мынау қаржылай жағдайы мәз болып тұрған кісілер емес қой. Олар сол автокөлікті сол тапшылықтың нәтижесінде әкеліп отыр ғой. Сондықтан сол халықтың, сол кісілердің жағдайына түсіністікпен қарап, оларға бір мезгілдік рұқсат берілейін деп отыр.